Сіздердің назарларыңызға 5 В сыныбында абай ғылым таппай мақтанба сабақ үзіндісін ұсынамын. Сабағында Блум таксономиясын, төңкерілген сынып, сандық технологияларды қолданамын. Білім ленд платформасын ұсынылған белсенді сөздікпен жұмыс жасап, бейне материалды тамашалап, берілген жаттығулармен жұмыс жасайды. Білім платформасындағы мектеп тест бөлімінде сонымен қатар Learning Apps, QR-код, Визи бағдарламасы бойынша берілген тапсырмаларды орындайды. Hello, children. Hello, teacher. How are you? I'm fine. Жақсы отырыңдар. Мейірімді жүрекпен, ақпенді тілекпен амандасып алайық, бір жадырап қалайық. Балалар, ал әр сағатқа өздерінің есімдерін жаздыңыздар. Енді сағат 1, 2, 3-ке кімді жаздыңыздар? Амандасасыздар. Қолмен амансыз ба? Аман есесіз бе? Келесі балалар, сағат 7, 8, 9, алыстан сәлем деп амандасасыздар. Жақсы. Қазір үй тапсырмасын тексереміз. Халық банкінің банкоматы әдісі арқылы біз үй тапсырмасын бірімізді тексереміз. Ең алдымен міне халық банкінің банкоматы. Енді біз карточкамызды салдық. Енді пин-кодты тексей алайық. 500 теңге. Мынандай сұрақ: Қазақстанда ең ірі ұлттық кітапхана қай жылы ашылды? Қазақстанда ең ірі ұлттық кітапхана 1931 жылы ашылды. Дұрыс па? Ал көрейік. 5000 теңгені кім алып кетеді екен? Мынандай сұрақ: кітапханаға бір жылда қаншадан астам оқырмандар келеді? Жақсы, Айсана жауап береді. Кітапханаға бір жылдан 1 миллионнан астам оқырмандар келеді. Балалар, қазір біз сіздермен жаңа тақырыпқа шығу үшін бейне материалды тамашалаймыз. Қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбайұлы 1845 жылы Семей өңірінің қазіргі Абай ауданындағы Шыңғыстау бөктерінде дүниеге келген. Балалар, бейнероликте кім туралы? Абайдың шын аты Ибрахим. Әжесі еркелетіп Абай Абайдың шын аты кім екен? Ибрахим. деп атап кеткен. Абайдың ата тегі тәрбиеленіп шыққан орда. Абайдың туған жылы қай жылы екен? 1845 жылы. Яғни бүгінгі сабақтың тақырыбы қандай? Абай. Бүгінгі өтетін сабақтың тақырыбы Абай. Балалар, қазір міне білім платформасында кіресіңдер, жаңағы белсенді сөздік деген бөліміне кіріп, жаңа сөздермен танысасыздар. Танысыңдар. Жақсы балалар, бүгінгі біздің сабақтың тақырыбын анықтадық. Орыс тілінде қалай болады? Абай ғылым таппай мақтанба. Ағылшынша? Жақсы. Жаңа сендер жаңа сөздермен таныстыңыздар, иә? Жаңа сөздермен. Қандай сөз болды? Ғылым, босқа бекер, махаббат. Жақсы. Енді мында қараймыз. Балалар, қалай ойлайсыңдар? Ғылым қалай болады орыс тілінде? Наука, профессор, космос дейді. Жақсы, тексерейік. Қалай қазақ тілінде? Наука. Ағылшынша? Келесі. Босқа деген болды. Орыс тілінде қалай болады? Зря. Зря.
обязательно время зря жақсы. Зря ағылшынша келесі сендерде махаббат деген сөз болды. Қалай ойлайсыңдар? Любовь. Жақсы. Келесі соңғы сөз рақым. Милость. Жақсы. Милосердие ағылшынша жақсы. Талап еңбек терең ой, қанағат рақым ойлап қой. Бес асыл іс көнсеңіз. Ғалым болмай немене, балалықты қисаңыз. Болмасаң да ұқсатпа, бір ғалымды көрсеңіз. Ондай болмақ қайда деп, айтпа ғылым сүйсеңіз. Geldi. Taksını almasınlar. Sendeden büyük gelir. Al жақсы бала болдың ба? Топты жұмыс аяқтадық па? Ал енді сіздерден бірінші бастайық. Бірінші топ жұмыстарыңызды алыңыздар да топтарға шығыңыздар. Барыңыздар. Газеттің ұлы ақыны философ Абай. 1845 жылы 10 тамызда туған. Абай Шығыс Қазақстан облысында туған. Абайдың аты Ибрахим. Абайда 45 қара сөздері бар. Абайдың бұл жас қыз өлеңдері жазған. Абайдың әжесі Зере, анасы Олжа, әкесі Конанбай. Ал балалар, енді біз жаңа сөздер бойынша алғанымызды бірімізді сиқырлы шағыр арқылы бекітейік. Яғни балалар, ғылым ағылшын тілінде қалай болады? Ғылым. Қалай? Дұрыс. Жақсы. Егер дұрыс сөздер, яғни шарт көкке ұшып кетеді. Босқа. Үңгей. Қайсы бізде үңгей? Жақсы. Миланы дұрыс жауап берді. Әрі махаббат. Жақсы. Абай Құнанбаев кім? Абай Құнанбаев философ, ақын, жазушы. Балалар, жаңа аштыңдар ма? Білім платформасында морфология бөлімінде сендерге болымды және болымсыз текстік туралы мәлімет берілген. Соны еске түсіреміз. Қарап шығыңыздар.
бізді қазір сіздердің ноутбуктеріңізде квизи бағдарламасы тұр, ашасыздар, аттарыңды жазасыздар, тест тапсырмасын орындаңыздар. Бастаңыздар. Танымдық мен қандай білім алдым? Бұл яғни білімнің платформасы. Екінші TikTok'та біз яғни қандай күйде, қандай эмоцияда жұмыс жасадым, соңғысы WhatsApp желісі әлеуметтік кіммен мен қалай жұмыс жасадым. Секірге жазыңыздар. Ал жақсы абай енді қорытындылайық. Енді білімленді, яғни жаңағы танымдықта сен қандай білім алдың? Біз Абай Құнанбаев оқыдық, сосын білімленді тапсырма барлық істедік. Жақсы. TikTok'та эмоциялық қандай кіммен қандай күйде болды? Өте керемет. Өте керемет, жақсы. Ал енді WhatsApp, яғни әлеуметтікте сен кіммен жақсы жұмыс жасадың? Бағданмен. Жұмыс жақсы? Жақсы. What is it? This Sun. What is sun doing? Smile. Күлеміз. Жүректі алып. Экранға қараймыз. Теміртас экранға қараймыз. Түсіріп, қолыңды түсіріп, былай жаса. Күлеміз. Тағы да күлеміз, Наргиз.